Ассалаумағалейкум, ардақты телекөрермен, қадірменді ағайын. 2022 жыл, яғни дәл осы жылдың бірінші айы қаңтар айында сіздермен 11-ші студия қайта жолығып отыр. Баршаларыңызға армысыздар дейміз. Жігіттер, әңгіме дәл осы жерден үзіп, мен кезекті қонақпен Айдарға берсем деп отырмын. Бүгін бізде қонақта облыстық кәсіпкерлер палатасының бөлім басшысы Жасұлан Серіков мырза. Жаке, қош келдіңіз. Білуімше бірінші рет біздің студияда қонақтасыз. Біздің 11-ші студия, осындай еркін форматта әңгіме өрбітетін хабарымыз. Қош келіп жатсыз. Енді тақырыптың аясы осы сіздің енді тікелей жұмысыңыз кәсіпкерлер палатасының айналасында болмақ. Жалпы біраз кәсіпкерлеріміз кешегі өткен бір үлкен оқиғалардың салдарынан қазіргі таңда зардап шеккен рас. Біздегі облыстағы шамамен 500 миллиондай болу керек, шығынның көлемі. Енді соларға қандай көмек көрсетіледі? Енді естіп жатсыздар жаңалықтардан, мемлекет бойынша барлық бизнеске келген залал 105 миллиардтан асып түсті. Енді бүгінгі күнге уже 110 миллиардқа жеткен шығар, үлкен қаражат. Енді былайынша бүйтіп салыстыратын 100 миллиард деп айта береміз, бірақ егер де салыстыратын болсақ, енді 100 мектеп салудың ақшасы ғой, енді ең күшті әр облыста бізде мектеп жетіспей жатыр деген сияқты үлкен қаражат. Біздің облысымызда біздің кәсіпкерлер палатасына 19 өтінім түсті. Сонда менің кәсіпкерлік нысаныма зиян тиді, осындай деген сияқты. Бірақ біреуінде әзірге механизм ақшаны мемлекеттен бір бөлігін қайтаруға байланысты немесе барлығын қайтаруға байланысты мемлекеттің механизмі осы кеше ғана бекітілді. Қазір Инфо-Қазақстан деген сайт бар, Атамекен кәсіпкерлер палатасының, сол арқылы өтінімдер ресми жерде қабылданады. Енді біреуде 100 мың теңге шығын болды, біреуде бірнеше миллион болды Қызылорда. Құдайға шүкір Қызылорда облысында ондай үлкен бұзақылықтар орын алған жоқ, басқа облыстармен салыстырғанда. Мародерлық болған жоқ. Тонау деген сияқты. Бірақ өкінішке орай осы жағдайды пайдаланып, осы пәтер ұрлаушылар, жалпы митингке қатысы жоқ ұрлықшылардың көбейгенін көруге байқауға болады. Сұрастырсақ, мысалы мен өзім екі танысымның өзі айтады, түнде үйлерімізге сол есікті құлыпты бұзуға әрекеттері болды, біз свет жағып айқайлаған кезде қашып кетті деп айтады. Сол түндері болған жағдай. Мен ойымша сол халықтың қиын жағдайын, уайымын пайдаланып, осындай пәтер ұрлаушылар бар, басқа да ұрлаушылар сондай түскендер болды. Мысалға, алтын дүкеніне ұрлыққа түскен факті болды, бірақ ол жерде бір жер жақсы кәсіпкерлеріміз алдын ала соны осындай болып қалуы мүмкін деп құнды заттардың бәрін алып кетті де, ішіндегі кейбір бірнеше күміс алқаларды ғана ұрланды, яғни үлкен шығын болған жоқ осылардың уақытылы әрекет жасаудың арқасында. Бірақ кейбір кәсіпкерлер айтады, мен есігімді бұзды, тереземді бұзды, бірақ мен ол үшін өтінім жасамаймын, өзі қаражатымен жөндеп қойдым, ешқандай маған мемлекеттік көмекке қажет жоқ деген сияқты да пікірлер де бар. Енді осындай. Енді барлық көп ауыр салмақ Алматы қаласына түсіп отыр, өздеріңіз білесіздер. Сол жердегі Алматы қаласына кәсіпкерлер палатасы бар, қалалық әкімдігі бар, бәрі бірлесіп осы қазір ақшаны қайтадан кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау ретінде қазір жұмыстарға қаралып жатыр. Оның да өзіндік процедуралар бар. Осы кеше ғана бекітілді, сайттарда бізде хабарланды. Мысалы қарапайым нәрсе, мысалға бізде белгілі бір менде шығын болса, мен оны куәландыру керекпін. Яғни тәуелсіз бағалау бір орталықты немесе бір адамды шақыртып алып, оны бекітіп алу керек. Мысалға менде көлік оқиғасы болса, мен көліктің шығынын есептеу керекпін. Алды ұрылды деген сияқты, соған көліктің шығынын есептейтін мамандар келіп маған акт шығарып береді. Осыншама шығын әрі қарай сақтандыру компаниясына барып осы ақшаны сұрай аласыз деген сияқты. Дәл осылай ол жерде куәландырса, барлығы дұрыс болса, мемлекет басшысы өзі айтты, уайымдамаңыздар, барлығы кеткен шығындарыңызды мемлекет өзі мойнына алып, осыны қайтарады деп айтты. Сондықтан бүгін жұмыстар енді жүріп жатыр. Ешкімге әлі бірінші қадам қайтару жұмысы басталған жоқ, өйткені өзі ережесі жақында ғана бекітілді. Енді сонымен қатар кеше президент өзінің мәлімдемесінде айтты, мына субсидия саласындағы жемқорлықты жою мәселесін көтерді. Сонымен қатар мына утилсбор деп атамыз ғой. Оның құрамында мына ауыл шаруашылығынан ірі техника алатын кәсіпкерлер де бар. Соны барынша азайту және де утилсборды жеке меншіктен мемлекеттің меншігіне өткізу деген мәселелерді көтерді. Енді бұның барлығы кәсіпкерлік саласына қалай әсерін тигізеді және де мынау азық-түлік нарығындағы бағаның бір жалпы тұрақтауына болмаса төмендеуіне өзінің әсерін тигізе ме осы бағдарламалар? Өте екеуі ауқымды бөлек-бөлек сұрақтар.
өте шын айтқанда қалай халықтың жүрегіне ауыр тиеді, кәсіпкерлерге өте бір мазалайтын сұрақтар екеуі де қатты сұрақ. Біріншісі жаңағы айтқаныңыз субсидиялар. Ол бөлек сұрақ. Біз кәсіпкер палатасы өзім жұмыс істеймін, сол сала бойынша агроөнеркәсіп бөлім басшысымын. Бірақ мен өзі осы ауыл шаруашылық саласындағы мемлекет қолдаушыларды мақтамаймын. Тіпті маған кейде сұрақ келеді, шаруашылықта келеді, бірден айтамын. Бір мемлекеттен күшті бір қолдау алам деп үміттенбеңдер деймін. Мен де алдамауға отырсам, өйткені мемлекет басшысы өзі бірнеше рет сынға алды. Қыркүйек айында осы мемлекет басшысында айтты. Ауыл шаруашылық министрлігінің ережелерінде көптеген ақаулар бар. Соның кесірінен халық қиналады, шаруашылықтар қиналады. Сосын беріп жатыр деген аты болмаса, сыртынан шағымдар мен қаншама адамның көз жастары бар. Осындайлар көп. Одан да беріп жатыр деген атынан қандай пайда деген сияқты. Мен өз басым оны құптамаймын. Сондықтан сол себептен көптеген бұқаралық ақпарат құралдарына айтамыз. Бірінші хат жазамыз тиісті органдарға. Неге бұлай болып жатыр? Неге бұлай жеңілдетпейсіздер? Неге осыншама бір миллион теңге беруге сіздер неге бір 30 талап қойып қоясыздар? 30 талаптың 20-сы орындалуы мүмкін емес мысалға. Деген сияқты талаптарды одан кейін болмаса бұқаралық сіздер сияқты журналистер арқылы оларға жеткіземіз. Мысалға кеше ғана біз ауыл шаруашылық министрлігіне хат жібердік, біздің басшылықтың атынан. Бір ереже, жемшөптің, мысалға айтайық, жемшөп деген субсидия басталды 20-шы жылдан бастап, көптеген облыс әкімдігіне дейін шаруашылықтар желтоқсан айында 19 жылы облыс әкімінің алдына жиналып үлкен проблема болды, естіген шығарсыздар. Сол кезде бір ереже екі тілде екі түрлі жазылған. Соны жазып отқан біздің министрлік, ауыл шаруашылық министрлігі. Қарайсыздар, мен жазсам түсінікті қате жазу мүмкін, қарапайым азамат. Бір оқушы жазса түсінікті, бірақ толықтай бір үлкен министрлік, үлкен армиясы бар. Екі тілдегі бір ереже, екі тілдегі екі түрлі. Біріншісінде қазақшасы жазылған, субсидия алсаңыз, сіз осы жылы малыңызды сатпай өзіңіз дөңгелету керексіз жазылған. Орысшасын жазған, сіз жыл бойы, келесі жыл бойы, сіз 12 ай бойы сіз сатпау керек деген жауапкершілік қаралған. Кәсіпкерлеріміз қазақша ережесін басшылық қылады да, мен 2020 жылы 19 жыл алдым ғой. 2020 жылы алдым, 20 жылы мен малым сатпай, жауапкершілігіне алып, соны сатпай отырды. Ал біздің құзырлы тексеріс органында орысша тілін алып басшылық қылады да, сіз субсидия алғаннан бастап 12 ай сіз малын сатпау керексіз. Сіз неге саттыңыз деп, оған субсидияны қайтаруға байланысты талап арыз келеді. Сіз заңсыз, сіз қылмыскерсіз. Фигурада да халық отырып, мына қараймын, мына қараймын. Мазақ сияқты да, бір шетінен күлкілі, бір шетінен жылағысы келетін жағдай. Сіз келесіз да, о, мемлекет маған берді жемшөпке, қазір жемшөп қиын болып жатыр, қуаншылық болып жатыр. Қазір сізге 1 миллион теңге, мына сіз 100 бас малыңыз бар ғой, сиырыңыз. Алды да 1 миллион теңге сөгін алды да, жарты жылдан кейін сіз тексеріс органында айналайын, ана алып кел ақшаны дейді. Не болды десе, орысшасы жазылып тұр. Сен 12 айдың ішінде мал өледі. 12 айдың ішінде малы кәрі малдан сатып, жаңа мал қояды. Оны мал шаруашылығын сатып кәсіпкер жақсы біледі. Жаңартып отыру керек әрдайым. Немесе бір ауру болып тұрған мал болса, оны тез арада мүмкін выбрак болып кетеді орысша. Соны мүмкін құртып жаңасını қою керек деген сияқты. Ол өз малын жаңартып отырады. Айтады, жаңартады, 20 малын сатты, оның орнына жаңа 20 мал келді. Бірақ ренжімеңіз, сіз жаңа 20 малын саттыңыз, давайте кеше алған 1 миллион теңге қайтарыңыз дейді. Ол қайтадан қайтарғаныңыз, одан да алмай қойғаны дұрыс еді деген сияқты неше шағымдар естиміз. Сондықтан субсидияның беру ережелерін мүмкіндігінше жеңілдету керек, қолжетімді ету керек. Біз жаңалықтардан айқайлаймыз, өте жақсы субсидия беріп жатыр, алыңыздар, өте күшті дейді. Ал шын мәнісінде ауылдағы отырған шаруашылықтар, біздің қарапайым ағаларымыз, інілеріміз жылап отыр, ол бізге дейін жетпейді, республикаға дейін. Сондықтан осындай мемлекет басшысы қыркүйек айында 21 жыл өте жақсы айтты. Әліге дейін біз әлі нәтижесі көріп отқан жоқпыз. Кеше тағы да осындай, мен ойлаймынша, енді қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Жаңа үкімет басшысы құрылды, келді. Мен ойымша енді үміт бар. Осындай олқылықтар субсидия беруге жаңарама деп ойлаймын. Мысалға, қолдау бағдарламасы бар, субсидия алатын. Онлайн субсидия өтінім береміз. Бұрында сон арқылы тұғын, халыққа қызмет көрсетіп барамыз, өтінім береміз, жазамыз, кететініміз. Цифрландырамыз деп, жемқорлықты құртамыз, таныс арқылы алуды құртамыз деді да, ақпарат портал жасадық. Бірақ шаруашылықтардың жұмысын 2 есе қиындатып жіберді. Біріншіден, порталды қолдану білмейді. Ауылдағы азаматтар СЦП-ні зорға біліп жатқан азамат, анау жерге кіріп, әр субсидиясын есептеп, оны бір пакет документін оған тіркеп, прикреплять етуді, оны қалай білесің мысалы? Ол бір қиындық. Екіншіден, ол жердегі кейде ақша жетпей қалды, субсидия аламай қалғандар болған.
қарапайым баяғы сон арқылы азамат барады, айтады, ағай, сіздің мына құжаттарыңыз жоқ, алып келіңіз, сосын ғана қабылдаймын дейді. Ана түсінеді ауылдағы кісі. Мен ана құжатым жоқ, акиматқа алып қайтайын дейді. Ал қазір порталға беріп болған, амал жоқ, ортадағы көмектесетін делдалдарға барады. Делдал деген уже бытовая коррупция дейміз ғой. Осы халық арасындағы біз жемқорлықты көбейтіп жатырмыз. Мысалы айтамын, сіз біледі екенсіз ғой, порталға давайте мен сізге 100 000 теңге берейін, мен ертең 500 000 теңге субсидия алатын едім, сол 400 000 теңгені маған қайтарып берші деп айтамыз. Біз жақсартамыз деп ойлаймыз да, цифрландыру дейміз, алдаймыз өзімізді. Ойбай күштерек, халыққа күштерек болды дейміз да, бірақ ары қарай қайтадан халыққа кері. Демек әлі де бізге қағазбастылық керек деп ойлайсыз ғой, цифрландыру бірден өтіп кетпей. Менің ойымша бұл жерде керісінше бір жағдайы бар. Мен бір IT маманы бар, Алматыда досым айтады. Цифрландыру ол жемқорлықты түбегейлі бұза алады, бірақ тиісті кейбір жемқорлыққа қатысы бар азаматтар немесе басшылар цифрландырудың күшті өтуіне мүдделі емес. Өйткені жемқорлық кетіп қалса, олар қалтасына ақша түспей қалады. Сондықтан цифрландыру, яғни якобы құжат бойынша болды дейді, цифровизация дейміз, бәрі IT-ге өткіздік дейді. Өйткені бірақ оларға күшті орындалуы тиімсіз. Сондықтан мүмкін кейбір азаматтардың, мен ойлаймын, жемқорлық қатысы бар азаматтардың осы цифрландыруға мүмкін дұрыс орындалуына әрекет жасай ма деген сияқты кейде күдіктер, күмәндар да бар. Өйткені ол қалтаға ақша түспей қалады, ол кәсіпкердің үстіне басатын рычагтар азаяды, қинайтын, алдына айналып келетіндей жағдай жасайды. Анализ жақсы анализ. Енді мысалға кейбір кісілер айтады, осы ауыл шаруашылығында жұмыс жасап жүрген, бізге субсидия бермей ақ қойсын, оның орнына жеңілдетілген несие берсін. Ондай бір механизмдерін жалпы қарастыру ойда бар ма? Бұл бар. Мемлекетте қазір ауыл шаруашылығы министрлігінде 5 жылға жоспарында ол көзделген. Субсидиялар жаймен азайтып, шетелдегідей 2% несиелерді көбейтуге байланысты. Сол үнемделген несиені, субсидияны несиеге жіберу. Айтады, мысалға, жаңа дұрыс айтып тұрсыз, кейбір азамат айтады, маған арзан несие берші, мен өзім тіршілігімді дөңгелетіп отыра беремін. Мысалға, мен қазір 50 бас малым бар, мен 100-ге көбейтсем, мен қазір уже 2-3 магазинге етім сала аламын. Бірақ мен алатын ақшам болмай тұр дейді. Сондықтан несиені, қолжетімді несиені көбейту керек. Яғни, бірақ бұл жерде де қарау керек, жаңағыдай кеше мемлекет басшысы айтты, ол қайтарылмай қалған несиенің кесірінен көп азаматтар қазір қиындық көруде. Сондықтан несиелендіру жүйесін де жақсартса, мен ойымша жаймен осындай 2%-дық Қытайда кейде естиміз 0%-бен несие беретіндер деп бар естідік. Еуропада, Америкада техника алатын кезде де осындай 2%-дық несиелер бар. Өте қолжетімді. Несие тарихың таза болса, тіпті болды ала бересіздер. Сондықтан мен ойымша біз мемлекетке де бұл жаймен келу керек. Ең азы біз 4%-ға дейін алған азаматтар болды. Шетелден мал алып келсеңіз 4% несие береді. Жаймен деп келе жатырмыз деп ойлаймын. Тиімсіз субсидиялар өте көп, ережелер қателіктер көп. Маған кейбір әріптестерім ренжуі мүмкін, бірақ оны әдемілеп айтқанымен не пайда? Шынымен де анау ауылдағы кішкентай шаруашылықта қарамаған 2-3 адам бар азаматтарымыз бар. Олар жылап отырса, жоқ, олар жағдай жақсы деп, олар алдағы не істейміз, алдап деймін да. Осындай жағдай. Екінші мәселе, бұл үлкен мәселе утилизбор, утилизациялық алымдар. Бұл енді мен сізде қаншама адамдар шулады, айтты, халыққа белгі азаматтарда сынға алды. Кеше мемлекет басшысы да бір қуанғанымыз нүктесін қойды деп есептейміз. 2019 жылы осы әңгіме қозғалған кезде утилизацияға алымдар ол барлығына бар. Мысалға, салоннан жеңіл көлік алатын болсақ, ол бұрыннан бастап осы соңғы 5 жыл ма қателеспесем, ол қосылып жатыр. Мысалы, Ресейде бір Камри 15 миллион тұрса, біздің салондарда 16 миллион, 17 миллион тұрмын. 2 миллион теңге, 1 миллион айырмашылық болуы мүмкін. Ол біздің халық уже шаршап, уже жұтып қойды уже, мақұл шіледі. Енді кәсіпкерлерге келіп тиісіп жатыр да. Мысалға, мен комбайн алғым келеді. Күріш жинау комбайндары Қызылордаға облысына қатысты айтайын енді. Ең арзаны 120-150 миллион тұрады. Не деген ақша? Соған келеді да, утилизация алғым айтады, ана жеке мекеме, РОП деген мекеме. Айтады, ренжімеңіз, сізге утилизацияға алдым. Сіз шетелден комбайн алып келіңіз, сіз ертең ол ескіреді, ол біздің экологиямызға зиян тиеді, экологиямызға, ол темір-терсекке ертең жатады 10 жылдан кейін. Сонда сіз үстіне 20 миллион теңге ақша қосасыз дейді. Сонда қараңыз деймін да, 150 миллион теңге зорға деген несие алып, оны алып отыр кәсіпкеріміз. Күріш егемін, мен күрішімді жинаймын, жақсырақ техника жақсартайын дейді да. Бірақ үстіне тағы да айтады, ешқандай көмек емес, керісінше сен жүктеме да, сен молодец, жарайсың. Қанша адам жұмысқа орналастырып отырсың. Күрішпен 19 әлеуметтік тауардың маңызды тауарлардың бірі күріш мемлекеттің. Шетелге сатасың, мемлекет толықтай қамтамасыз етесің. Бірақ үстінен саған көмек берген орнына айтады 20 миллион теңге сен үстіне тағы төлейсің дейді. 20 миллион теңгеге 2 трактор алуға болады. Қанша жұмысшысына
премия беруге болады. Қыста айлық ала алмай қалатын шаруашылықтар бар мысалға. Несиесін төлемей жатқан шаруашылықтар бар. Кейбіреулер тіпті салық төлемей жатқан шаруашылықтар бар бізде облысымызда. Салықта штраф келеді соған. Бірақ келеді да, сен оны ескермейді да, сен мынаны төлейсің дейді. Трактор аламыз. Осы уже кәсіпкерлердің ауыл шаруашылығы саласындағы техникасын алатындарға жетті. Мемлекет басшысы осыны кеше естіп, уже нүктесін қойды деп ойлаймын. Енді ары қарай орындалуын күтіп отырмыз. Кеше естулеріңіз болса, жауапкершілік шектеусіз РОП деген оператор РОП деген өзінің жұмысын тоқтатуға тапсырма келді. Ақшасын ары қарай мемлекетке, сол функцияны мемлекетке беруге байланысты болды. Енді кәсіпкерлерде уайым. Мемлекет басшысы тапсырма берді. Мемлекетке қазір өтіп жатыр. Енді ставкасы қалай болады? Бәрі уайыммен, қуаныш та бар, уайым да бар. Қуанып қазір күтіп отыр. Үміт пен күдік бар ғой. Үміт пен күдік бар. Қазір осы утилизация алымның ставкасы халық белсенділер айтады, 30 есе азаю керек дейді. Қазір Камри алуға егерде машинаға қосымша 70 есе азаю керек. Менің өзім. Егерде 2 миллион теңге қосып тұрса, дамыған елдерде ең қымбат кім Германия, тағы да елдерде $200 қосылады екен. Ең қымбат $400 екен. Сонда біз 30 есе азайтсақ, онда әділеттік орнатты деп айтуға болады. Ол жерде ешкім қиналмайды. Мен барамда шетелден трактор алып келем, комбайн алып келем, жерді өңдейтін техникалар алып келем да, мемлекетке төлеймін. Қанша? 30 ба, 30 мың, 100 ба, 100 ба төлеймін да, ешкім ренжімейді. Мемлекетте байыды, кәсіпкерде оған тоқ. Сондықтан бұндай әділетсіздік көрген адам, мен ойымша, сосын баға нарығында да бір тұрақтылық болады. Дұрыс айтасыз. Мысалға, кез келген өнім шыққан кезде, мысалға айтайық, мына кітап деген, мына кітаптың өзіндік құны бар. Қазір мен осы кітаптың авторы болсам айтам, мына кітапқа мен қазір 1200 теңгем кетті жаңа. Мен енді 1500 теңге сатсам, 300 теңгеден көрем, қазір 2000 кітап сатсам, осыншама пайда түседі деп ойлаймын. Оның ішіне мынау қағаз кіреді, дизайнерлердің құны кіреді, әрі қарай енді көп айта береді. Дәл солай мысалға күріш дейік. Күрішке жаңағыдай оған суға төлейміз, жұмысшыларға айлық бар, тұқымды аламыз, удобрение аламыз, техника аламыз. Техникаға жылына 20 миллион теңге болса, әрине ол өзіндік құнына әсер етеді. Егер де айтайық, мысалға осы кітапты шығаруға мен қазір 100 мың теңгем кетсе, маған бір келуі мүмкін. Сен неге 900 теңге сатпайсың деп келеді. Бізде кейде мемлекеттік қадағалау функцияларының кейде дұрыс емес тұстары бар. Мысалы айтамыз, сіз айтасыз, сіз қазір колбаса шығардыңыз 1 килограмм 1000 теңгеден. Мен келемді, қымбаттап кетті, халық шулады. Осы мен барамда құдыға тағылшы барам. Сен неге, давай сен 900 теңге сат деймін. Қайтадан бұл же әділетсіздік. Мемлекет о бастан сол бағаның қалыптасуына дейін қатыспайды да, шыққаннан айтады саған, сен 1000-нан сатпайсың, сен 900 сатасың. Сіз кәсіпкер айтасың, мен барлық шығыным 1000 теңге кетті ғой, мен хотя бы 100 теңге көрейін де үстінен айтады. Жоқ. Кәсіпкер мемлекеттік құзырлы органдар осының басында араласудың орнына саған утиль алдыңдар қиын болды ма, утиль алдыңды алып тастау керек. Саған салықтар өте үлкен жүктеме болды ма, салықтарды дұрыстап берейік. Немесе саған сізге жаңа мысалға батыс Еуропа қазір ақылы болды дейік. Сізге мүмкін кейбір заттар қымбат жолмен келді ма, соны азындатып берейік деген араласпайды да. Сіз өнімді шығарып бастаған кезде айтады, сіз тым қатты сатып жатсыз. Болмаса сізге шара көрем дейді. Онда айтады кәсіпкер, мен одан да айналыспаған жақсы еді одан да. Мен одан да барып Дубайдан барып үй алған дұрыс еді. Немесе Турциядан барып бір дүкен ашқан дұрыс еді. Мені бір бәлсе бастайсың да, әпейден бастап келе жатасың, келеді анау шығады, бәрі үстінен кетпес еді дейді. Сосын кәсіпкер айтады, мен ренжімеңіздер, бірақ өкінішке орай, менің өзімнің таныстарым арасында өткен жылы бір 3-4 кәсіпкер Қызылордадан кетіп қалды, бизнесін жапты кетіп қалды. Біреу Алматыдан ашты, біреу Стамбулдан ашты. Стамбулда жақсы адамдарым деген тыңдап отыр. Оларды потенциалдарын қолданса, қаншама көмекті. Әрқайсысында 20-30 адам жұмысшы болды. Қазір жұмысшылары жоқ қазір. Енді менің ойымша бұл кәсіпкерлерге керек инструмент. Кәсіпкерлер палатасы деген. Өздеріңіздің болашаққа жоспарларыңыз қандай палатадан? Мен айтам, бұл Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бұл мемлекеттік құрылымдағы бір үлкен бір институт қой. Мен ішінде кішкентай бір жұмысшымын. Сонда да өзімнің пікірімді айтайын. Бәріміз білесіздер, осы аптада Тимур Асқарұлы Құлыбаев өз қызметінен кетті. Бірақ бұл толықтай Атамекен кәсіпкерлер палатасы институты жұмыс істеп тұр. Бұл да бір мақсатта құрылған мекеме. Енді одан кейін әлеуметтік желілерде мен өзім соңғы кезде аз отырып жүрмін. Кешегі әріптестерім біраз айтады, мынандай болады деп. Мен аса бір көңіл бөлуге нем жоқ,
фейсбукқа кіріп әркімнің негативтерін көріп өзім де азап отырамын қазір, өйткені уақытымды тиімдірек пайдалайын деп қазір азап отырамын. Сөйтсем көп адамдар біреу жамандап жатыр, біреу сұрақ қойып жатыр. Сұрақ қою нормально. Мысалға мен де айттық қой, сұрақ қою мүмкін. Енді Тимур Асқарұлы Күлібаев кетті, біздің мекеме енді жабылу керек па, ашылу керек па деген ол нормальный сұрақ. Ары қарай біреу я жоқ дейді. Оған ренжу керек жоқ азаматтарға. Ал біреу айтса, дым кәсіпкерлікке қатысы жоқ адам, кәсіпкерлікті түсінбейтін адам дейік, немесе айтуы мүмкін. Ол атамекенді жабу керек десе, ол түсініксіз жағдай да. Мысалға мен қазір бүйтіп журналистиканы дым түсінбей, сен дұрыс емес журналистсің деп бағалауым сәл ыңғайсыз ғой. Немесе кеңес одағында біздің зиялыларды құртқан кезде, осы НКВД-міз бар, сол кездегі саясат бар, сол кезде мынандай айыптаулар болған. Мына кітаптың авторы зиялы кісі, бұны құрту керек десе, сен айыптайсың ба, бұл жаман нәрсе жазған. Мен айыптаймын, бірақ кітабын оқып көрген жоқпын деген азаматтар болған. Құдалау сияқты. Яғни мысалы айтады, Талғатты жамандау керек болса, Талғатты мен танымасам да, я ол жаман адам деп бірінші үкімін шығарады, бірақ өзі Талғат танисың ба, жоқ, танымаймын, бір рет көріп тұрмын дейді да. Соқыр айыптау ғой енді. Слепую дейді. Сондай ол дұрыс емес. Яғни сондай жағдайлар болды. Енді адамдардың өзінің пікірі, оны ешкімге қақпақ бола алмаймыз. Ол мен ойымша әркімнің пікірін өз басым құрметтеймін. Өзі біледі, ол жабылады деп ойласа, ол нормально. Естеріңізде болса, 2 жыл бұрын ақш Капитолийді, біздше парламент қой, адамдар бұзып кірді. Бірнеше полиция қызметкеріне зиян тиді, біреулер құлап өлді. Қара нәсілді азаматқа қол тиіп өлгендіктен, сол кезде кейбір штаттарда мынандай әңгіме болды. Полиция департамент жауып тастаймыз деді. Білесіздер, ақш-та демократияның өте мықтысы. Сол әңгіме кәдімгідей қозғалды. Сол осылған кезде айтты, азаматтар бүйтейік, құр босқа әңгіме қозғамайық, референдум жасайық дейді. 1-2 штатта болды референдум, полицияны жабуға байланысты. Полиция жабамыз да тек қана халық арасындағы охрана, қарауыл сияқты ғана жасаймыз болды деп. Сол кезде референдум жасаған кезде 90% бізге полиция керек деп жауап берді. Басында жаңалықтар естіген кезде полиция керек емес деп көшеге шыққан кезде, сондықтан ойлаймын, кәсіпкерлер арасында референдум жасаса, кәсіпкер өзі шешсін, керек па, керек емес па. Ары қарай уже көруге болады. Енді уақыт қысқа шығар, енді бірақ айта кетейін, кәсіпкерлер палатасына 40 мың кәсіпкер болса, оның барлығы хабарласпайды ғой. Оның ішіндегі заңгері жоқ кәсіпкер хабарласуы мүмкін. Танысы акиматта немесе министрліктің қалай жұмыс істеуін білмейтін кәсіпкерлер хабарласуы мүмкін. Кімге арызданамын, кімге барамын деген сияқтылар. Біреуде бухгалтер жоқ, солар хабарласуы мүмкін. Ірі кәсіпкерлер әрине олардың өз заңгерлері бар, өз бухгалтерлері бар, есепшілер барлығы өздерін шеше алады. Кімге арыздану керек, құқық бұзылса, проблема болса қайда баруды бәрі біледі. Бірақ кәсіпкерлерге ойлаймын, осындай кіші кәсіпкерлерге немесе кейде ірі кәсіпкерлерге пайдасы зор. Мысалға өткен жылы мемлекетте пандемия басталған кезде естеріңізде ме, оңтүстіктен капусталар алып келіп мусорға тасталды, өте 2 есе 3 есе арзан сатылды. Сол кейбір мемлекеттік қызметшілердің дұрыс емес қате шешім қабылдауының арқасында болған жағдай. Олар айтты, Қазақстанда капуста жетпей жатыр екен, сондықтан біз шетелге шығармаймыз деп шешім шығарды. Ал Шымкентте, Түркістан облысында капуста өсірген кәсіпкерлеріміз контракттар бар, Ресейге, солар дайындаған. Солар апарамыз деп Ресейге, тағы да Өзбекстанға, деген Қырғызстанға дайындаған деген контракттары бар. Келді шекараны жауып тастайды. Халыққа сатайын десе, Қазақстанда капустаның нарықтағы көлемі 2 есе 3 есе көп екен, сөйтіп өтпей қалды олар, банкрот болды. Осындай дұрыс емес анализ жасаған кейбір азаматтардың кесірінен кәсіпкерлер зиянын көрді. Ол қаншама шығын, қаншама адамдардың айлығы. Сырап дейсіз. Иә, сырап. Дәл осындай вопрос, сұрақ туындады. Күрішті пандемия уақытында басталған кезде күрішті осы ТМД елдеріне әрірек шығармауға байланысты. Біз тез арада кәсіпкерлер палатасы, оның ішінде мен күрішшілермен байланыстым. Оның ішінде ірі кәсіпкерлеріміз бар, Абзал Айка деген, Абай Дәулет деген сияқты, Наимбер деген сияқты хабарласқан кезде айтты, ертең азанда 11-де ЕАЭС дейміз ғой. Сол жерде министрлердің кеңесі болады, сол жерде шешім қабылданады. Бірнеше азық-түліктер бар, соның ішінде күріш те бар. Күрішті шетелге шығармауға. Өздеріңіз білесіздер, бізде өндірілген күріштің 50%-ын ғана Қазақстан бүкіл жауып тастаймыз. 50% артылып қалып жатыр постоянно. Біз оны шетелге сатамыз. Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей, Қырғызстанға сатамыз, шетелге сатамыз. Яғни осыны есептемей біздің кейбір мемлекет қызметшілер осыны тізімге қосып жүрген Қазақстан шығармауға байланысты. Біз тез арада азанға дейін жұмыс істеп, түнімен кәсіпкерлерден сұрап, сізде қанша контракт бар, Өзбекстанмен бар ма, қанша халықты қамти аласыз деп бәрін есептедік. Магазиндерге хабарластық. Олар айтады, біз складтарымыз толып тұр, полкаларымыз толып тұр, примерно бізге жарты жылға жетеді деді. Сөйтіп азанға дейін біз өзіміз позициямызды бердік. Ұлттық кәсіпкерлер палатасына, Ауыл шаруашылығы министрлігі бізді қолдады.
сосын біздің Қазақстанның өкілі Жұманғарин болу керек, ЕС-ке дәлелдеп шығарды. Қазақстанда бұйрық шықты, астына жазылған Қазақстанда өсірілген күріштен басқасына тыйым салынсын деп шығарылды. Яғни сөйтіп есептедік, енді қайтадан мақтанып айтатын нәрсе, сол кезде шамамен есептедік, дәл білмейміз, 5 миллиардқа жуық контракт бар екен бізде күріш шығаруға. Ойлаңызшы, егер де сол шешім қабылданып кетсе, капуста сияқты біздің күріштеріміз қалады да, 5 миллиард ақша Қазақстан Қызылорда облысы кірмей қалады. Қанша адамның айлығы, қанша салық ол, қаншама жаңа техника алу мүмкіндік бар. Осындай біздің бұл кәсіпкерлер палатасы жұмысы. Осындай көзге көрінбейтін кейде жағдайлар бар. Әрине біз оны бәріміз айтуға мүмкіндік жоқ, өйткені біз қазір көшеге шығып, Фейсбукқа постоянно жазып отырсам, телевизорға постоянно шығып отырсам, ол кім жұмыс істейді деген сияқты ғой. Сол уақыт тауып келгеніңізге, соны айтып бергеніңізге алғыс білдіріп, әңгімеміз осы жерден түйіндеуге тура келіп тұр. Расымен біраз дүние айтылды, еститін құлақ болса. Осы соңғы айда Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің бір цитатасы үлкен бір хитқа айналып кетті. Бірақ мен мына нәрсе айтқым келеді. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің айтқаны лайым орындалсын, бірақ оны Мәшһүр Жүсіп Көпеев айтты екен, сол орындалады екен деп сеніп жата беруге болмайды. Ол үшін жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Дәл осындай бір түйін сөзбен бүгін бағдарлама түйіндесек деймін. Құрметті телекөрермендер, келер аптада жақсы жаңалықтармен дәл осы 11-ші студияда жолыққанша аман сау болыңыздар.